Salay. Ничего, нормально. Түсіндің ма? Жақсы істедің. Келесі жолы одан да жақсы істедің. Түсіндің ма? Қарасы ол. Қара, жылама болды. Жылдамдық бәрі нормально. Қателік бар. Қателікпен жұмыс жасаймыз. Келесі жолы міндетті түрде жеңеміз. Түсіндің ма? Еш уайымдама. Түсіндің ма? Өзіңе сен, сосын ағайынға сен. Түсіндің ма? Жақсы істедің. Уже мәселе мақсат ұтылуда емес. Мақсат ұтылуда емес. Әрине ұту керек. Бірақ мақсат қалай ұттың и қалай ұтылдың. Егер де сен нашар ойнап ұтсаң, нашар ойнап мен айтқанымды істемей ұтсаң, онда ұтыстың дым қажеті жоқ. А егер де сен достойно ұтылсаң, это уже другое дело. Қара, айтқанды істедің, тапсырманы орындадың, ол бойызың, Атырауда келген бала, Атырауда келген, ол қаншама жыл бокс етіп, қаншама жас көріп тұрған бала, сен соған қандай отпор бердің, түсіндің ме? Кішкене одан да қаттырек соқыр. Ол бір-екі соққы береді, а сен ол бір-екі соққысын 4 соққы, 3 соққы, 5 соққымен қайтарып отырсың, түсіндің ме? Тапсырманы ең басты орындап отырмын. А егер де менің айтқанымды істемей ұтылып қалсаң, сол кезде уже басқаша сенімен сөйлесетін. Саған мүлдем қарамай қоятын. Осы атымды айқайлайтын. А сен жерде ұтылдың, ол сен достойно ұтылдың. Ағайын тапсырмасын орындадың, түсіндің ба? Осылай өсесің, түсіндің ба балам? Түсіндің ба? Еңсені көтер. Келесі жол жеңесің, уже? Давай.